Бүгін Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні. Елімізді танытар ұлттық құндылық, ту, елтаңба, әнұранымыз бүгінде төрткүл дүниеге танылып жатыр. Аймағымызды асырған мемлекеттік рәмізді құрметпен ұлықтау әр азаматтың парызы. Еліміздің еңсесі заңғар биігі, ал арасуына ылғидан мемлекеттік рәміздеріміз тұрады. Ендеше ұлтымыздың ұранына айналған рәміздеріміз тек жақсылықтың жыршысына айналсын. Еліміздің мемлекеттік елтаңбасы, туы, әнұраны, тәуелсіздігіміз бен елдігіміздің нышаны. Мемлекеттік рәміздер туралы заң елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен 1996 жылы 24 қаңтарда белгіленген болатын. 2007 жылы 4 маусымда белгіленген заңға сәйкес жыл сайын 4 маусым Қазақстан Республикасында мемлекеттік рәміздер күні болып мерекеленеді. Мемлекеттік рәміздердің әрқайсының өзіндік мәртебесі бар. Туда егемен еліміздің символы бейнеленген. Нұрға малынған алтын күн, тыныштық пен байлықты бейнелесе, күн өсіп, өркендеу мен дамудың белгісі, қанатын жайған қыран құс, еркінділік пен айбындылықтың белгісі. Ұлан байтақ кеңістікте халықтаған қыран қазақ халқының асқақ рухын және дүниесінің кеңдігін паш етеді. Бірыңғай көк көгілдір түс, төбедегі бұлтсыз ашық аспанның биік күмбезін елестетеді. Мемлекеттік тудың авторы суретші Шәкен Язбеков. Мемлекеттік елтаңба да тәуелсіздік пен егемендіктің нышаны. Ал ондағы шаңырақ, күн, қанатты тұлпар қазақ халқының дүниетанымын бейнелейтін қасиетті символдар. Елтаңба арқылы ұшқыр арманның, самғаған таңғажайып жасампаз қиялдың, талмас талаптың, жақсылыққа құштарлықтың бейнесін көруге болады. Ал оның авторлары Жандарбек Мәлібеков пен Шотаман Уәлиханов. Әнұранда мемлекеттік басты рәміздеріміздің бірі. Тәуелсіз Қазақстанның тарихында еліміздің мемлекеттік әнұраны 2 рет 1992 және 2006 жылдары бекітілді. Әнұранның танымалдылығын арттыру мақсатында 2006 жылы мемлекеттік әнұран қабылданды. Оның негізі ретінде халықтың арасына кеңінен танымал "Менің Қазақстаным" патриоттық әні таңдап алынды. Ол әнді Шамшы Қалдаяқов 1956 жылы Жұмекен Нәжімеденовтің сөзіне жазған болатын. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев әнге мемлекеттік әнұран жоғарғы мәртебесін беру және анағұрлым салтанатты шырқалуы үшін музыкалық туындының бастапқы мәтінін енгізді. Міне, мемлекеттік рәміздеріміздің тарихы осындай.